Сәлем достар, сіздермен Арайдың асханасы үй жағдайында өте тез және де оңай жасалатын рецептімен бөлісемін. Ең алдымен бізге керек капуста, кукуруза, тұз және де майонез. Алдымен капустамызды өте ұсақтап, ұзынан турап шығамыз. Барлығын турап шыққаннан соң үлкенірек ыдысымызға салып, кішкене қарай, дәміне қарай тұзын салып, қолымызбен жақсылап тұрып, осылай видеода көрсетілгендей жақсылап араластырамыз. Біздің капустамыз, былайша айтқанда, бос болуы керек. Енді кукурузамызды қосамыз. Одан соң майонезімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Мінекей достар, өте оңай 5-ақ минуттың ішінде салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Каналыма тіркелмесеңіздер тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі видео рецепте кездескенше астарыңыз дәмді болсын.